Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге дәмі тіл үйіретін өте пайдалы көкөністерден жасалған балықты жасап көрсетемін. Ең алдымен біз осындай көкөністерімізді дайындап алайық. Яғни бізге керегі жуа, тәтті бұрыш, қызанақ, картоп және де балық керек болады. Ең алдымен бөлек ыдысымызға майымызды қыздырып аламыз. Және үстіне картоптың барлығын салып, ауната отырып қуырып алатын боламыз. Қызарғанға дейін қуырып аламыз. Яғни біздің қуыруымыз тек қана әрқайсысына 5 минуттан кетеді. Және де май қосып бөлек ыдысымызға жуаны саламыз. Жуаның үстінен балығымызды саламыз. Және де қалған кішкене қызанағымызды, тәтті бұрышымызды салатын боламыз. Дәміне қарай тұз және де қара бұрыш салатын боламыз. Үстіне лавр жапырағын міндетті түрде жуып, үстіне лавр жапырағын салып, және де сарымсақты, ұсақ туралған сарымсақты саламыз. Осылай етіп тағы да қайталаймыз. Яғни үстіне жуа саламыз, жуаның үстіне міндетті түрде балық саламыз, кейін жаңағы көкөністерді салып қайталайтын боламыз. Үстіне тағы да жуаны саламыз. Жуаны көп салған себебім қазір суы жақсылап шығу керек. Үстіне қызартып пісірген картопымызды саламыз. Және үстіне тағы да көкөністерден укроп салсаңыздар болады. Дәміне қарай тағы да тұз, бұрыш қосуларыңызға болады, өз еркіңізде. Енді мен осылай бетін аштым. Мен 1 сағат бұқтырып қойғандағы осылай су шығады. Тағы 1 сағат жай отта бұқтырып қойыңыздар. Яғни 2 сағат уақыт тек қана қойсаңыздар, барлығын салып 2 сағат күтсеңіздер, бізде осындай балығын дәмді тағам шығады. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Балықты осындай қылып жасаған рецепт маған ұнады. Сол үшін сіздермен бөліскім келді. Қазақша контентті қолдайық, достар. Сіздермен болған Мадина.